Стив Джобстың Стэнфорд университетінің түлектеріне айтқан әйгілі сөзі. Маусым 2005 жыл. Бүгін әлемдегі ең үздік университеттерінің бірінің бітіру салтанатында сіздермен бірге болу мен үшін үлкен мәртебе. Мен институтты бітірген жоқпын. Бүгін мен сіздерге өз өмірімдегі 3 оқиғаны айтқым келеді. Міне осымен ешқандай керемет емес, жай ғана 3 әңгіме. Бірінші әңгіме нүктелерді қосу туралы. Мен Рид колледжін оқудың алғашқы 6 айынан кейін тастадым. Бірақ ол жерде 18 айға жуық қонақ ретінде қалдым. Неліктен мен мектепті тастадым? Бәрі мен туылғанға дейін басталды. Менің биологиялық қанам жас, үйленбеген аспирант болды. Ол мені асырап алуға беруге шешім қабылдады. Ол мені жоғары білімді адамдар асырап алуды талап етті. Сондықтан мені заңгер мен оның әйелі асырап алады. Рас, мен жарыққа шығудан 1 минут бұрын олар қызды қалайды деп шешті. Сондықтан оларға түнде телефон соғып, кенеттен ұл туды, қалайсың ба? Олар әрине деп жауап қатты. Сондықтан туған анам, асырап алған анам колледж түлегі емес екенін, ал әкем ешқашан орта мектепті бітірген емес екенін білді. Ол бала асырап алу туралы құжаттарға қол қоюдан бас тартты. Бірнеше айдан кейін ол ата-анам оған міндетті түрде колледжге барамын деп уәде бергенде, ол көнді. Және 17 жылдан кейін мен бардым. Бірақ мен аңғалдықпен Стэнфорд сияқты қымбат колледжді таңдадым. Және атамның барлық жинаған ақшасы оған дайындалуға жұмсалды. 6 айдан кейін мен жаттығуларымның мәнін көрмедім. Мен өмірімде немен айналысқым келетінін білмедім, және колледж маған оны анықтауға қалай көмектесетінін көрмедім. Сөйтіп, мен ата-анамның өмір бойы жинаған ақшасын жұмсадым. Сондықтан мен колледжді тастап, бәрі жақсы болатынына сенемін деп шештім. Басында қорықтым, бірақ қазір артыма қарасам, ол менің өмірімдегі ең жақсы шешім болды. Колледжді тастаған сәтте мен талап етілетін сабақтар мені қызықтырмайтынын айтып, қызықты болып көрінгендерді қабылдайтын болдым. Барлығы соншалықты романтикалық емес еді. Менде жатақханада бөлме болған жоқ. Сондықтан мен достарымның бөлмелерінде еденде ұйықтадым. Тамақ сатып алу үшін кола бөтелкесін 5 центтен тапсырдым. Және әр жексенбіде кешке бүкіл қала бойынша 7 миль жүрдім. Аптасына 1 рет Кришна ғибадатханасында тамақтану қалыпты жағдай. Ол маған ұнады. Ал менің білуге құмарлығым және түйсігіме еріп кездескен нәрселерінің көбі кейін баға жетпес құнды болып шықты. Міне мысал, Рид колледжі әрқашан ең жақсы каллиграфия сабақтарын ұсынады. Студенттік қалашықта әр плакат, әрбір зат белгі каллиграфиялық қолжазбамен жазылған. Оқуды тастап, әдеттегі сабаққа қатыспағандықтан каллиграфия сабағына жазылдым. Мен сериф және санс сериф әріп тіркесімдері арасындағы әртүрлі аралық және керемет типографияны керемет ететін не туралы білдім. Ол әдемі, тарихи және ғылым түсіне алмайтындай шеберлікпен тазартылған. Бұлардың ешқайсысы менің өміріме пайдалы болып көрінбеді. Бірақ 10 жыл өткен соң, біз бірінші Macintosh құрастырған кезде, оның бәрі пайдалы болды. Ал Mac әдемі типографиясы бар алғашқы компьютер болды. Егер мен колледж курсына жазылмаған болсам, Mac жүйесінде ешқашан бірнеше қаріптер мен пропорционалды қаріптер болмас еді. Windows оны Mac жүйесінен шығарып тастағандықтан, жеке компьютерлерде олар мүлдем болмайды. Егер мен оқуды тастамағанымда, мен ешқашан сол каллиграфия курсына жазылмас едім, және компьютерлерде қазіргідей таңғажайып типография болмас еді. Әрине, мен колледжде оқып жүрген кезінде, сіз барлық нүктелерді біріктіре алмадыңыз. Бірақ 10 жылдан кейін бұл өте анық болды. Тағы да, алға қарай отырып, нүктелерді біріктіре алмайсыз. Оларды тек артқа қарау арқылы ғана қосуға болады. Сондықтан, болашақта қандай да бір жолмен қосылатын нүктелерге сенуге тура келеді. Сіз бір нәрсеге сүйенуіңіз керек. Мінезіңізге, тағдырыңызға, өміріңізге, кармаңызға бәрібір. Бұл әдіс мені ешқашан сәтсіздікке ұшыратқан емес.
және ол менің өмірімді өзгертті. Менің екінші әңгімем махаббат пен жоғалту туралы. Менің жолым болды. Мен өмірде ұнататын нәрсені ерте таптым. Воз екеуміз 20 жасымда ата-анамның гаражында Apple компаниясын құрдық. Біз көп жұмыс істедік. 10 жылдан кейін Apple гараждағы 2 адамнан 4000 қызметкері бар 2 миллиард долларлық компанияға дейін өсті. Біз 1 жыл бұрын ең жақсы туындымыз Макинтошты шығардық. Мен 30-ға енді ғана толдым. Сосын мені жұмыстан шығарды. Сіз құрған компаниядан қалай жұмыстан босатыласыз? Apple өсіп келе жатқанда, мен компанияны басқаруға көмектесу үшін дарынды жастарды жалдадым. Және алғашқы 5 жылда бәрі жақсы болды. Бірақ содан кейін біздің болашаққа деген көзқарасымыз алшақтай бастады. Және біз ренжіттік. Директорлар кеңесі оның жағына өтті. Сондықтан 30 жасымда мен жұмыстан шығарды. Және көпшілік алдында менің бүкіл ересек өмірінің мәні жойылды. Мен бірнеше ай бойы не істерімді білмедім. Мен кәсіпкерлердің өткен ұрпағын ренжіткендей болдым. Ол маған берілген кезде мен эстафетаны тастадым. Мен Дэвид Паккард пен Боб Нойспен кездесіп, істеген ісім үшін кешірім сұрауға тырыстым. Бұл қоғамдық сәтсіздік болды. Мен тіпті қашып кетуді де ойладым. Бірақ менің ішімде бірдеңе ақырын анықтала бастады. Мен өз ісімді әлі де жақсы көрдім. Apple-дегі оқиғалар барысы бәрін өзгертті. Мен бас тарттым, бірақ мен сүйдім. Соңында мен бәрін басынан бастауды шештім. Мен оны сол кезде түсінбедім. Бірақ Apple компаниясынан жұмыстан босатылу мен басымнан өтуі мүмкін ең жақсы нәрсе болып шықты. Табысты адамның ауыртпалығы еш нәрсеге сенімсіз жаңадан бастаған адамның жеңілдігімен ауыстырылды. Мен өзімді босатып, өмірімнің ең шығармашылық кезеңдерінің біріне кірдім. Келесі 5 жыл ішінде мен Next, Pixar деп аталатын басқа компанияны құрдым. Және менің әйелім болған керемет әйелге ғашық болдым. Pixar ең алғашқы компьютерлік анимациялық фильмді ойыншықтар тарихы жасады. Және қазір әлемдегі ең табысты анимациялық студия болып табылады. Таңқаларлық дамуда Apple Next-ті сатып алды. Және Apple-ге қайта оралдым. Next әзірлеген технология Apple компаниясының қазіргі ренессансының негізінде жатыр. Ал Лорен екеуміз тамаша отбасы болдық. Мен Apple компаниясынан қуылмасам, оның ешқайсысы болмайтынына сенімдімін. Дәрі ащы болды, бірақ ол науқасқа көмектесті. Кейде өмір сенің басыңа кірпішпен соғылғандай болады. Сеніміңді жоғалтпа. Мені алға жетелген жалғыз нәрсе өз жұмысымды жақсы көру екеніне сенімдімін. Сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені табуыңыз керек. Бұл қарым-қатынасқа қатысты сияқты жұмысқа да қатысты. Сіздің жұмысыңыз өміріңіздің көп бөлігін толтырады. Және толық қанағаттанудың жалғыз жолы сіз керемет деп ойлайтын нәрсені жасау. Ал үлкен істер жасаудың бірден бір жолы өз ісіңізді жақсы көру. Егер сіз өз бизнесіңізді әлі таппаған болсаңыз, оны іздеңіз. Тоқтама. Жүректегі барлық нәрселер сияқты сіз оны тапқан кезде білесіз. Кез келген жақсы қарым-қатынас сияқты ол жасына қарай жақсарады. Сондықтан тапқанша іздеңіз. Тоқтама. Үшінші әңгімем өлім туралы. Мен 17 жасымда дәйек сөзді оқыдым. Ол келесідей. Егер сіз әр күніңіз соңғы күн сияқты өмір сүрсеңіз, бір күні сіз дұрыс боласыз. Дәйек сөз маған қатты әсер етті. Және содан бері 33 жыл бойы мен күн сайын айнаға қарап, өзіме сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, мен не істегім келеді? Бүгін бірнеше күн қатарынан жоқ деп жауап бергенде, мен бір нәрсені өзгерту керек екенін білдім. Мен өлейін деп тұрған естелік, бұл менің өмірімдегі қиын шешімдер қабылдауға көмектесетін ең маңызды құрал. Өйткені қалғанның бәрі басқа адамдардың пікірлері. Осы мақтаныш, ұялудан немесе сәтсіздіктен қорқу, осының бәрі өліммен бетпе-бет келіп, шын мәнінде маңызды нәрсені ғана қалдырады. Өлімді еске алу
жоғалтатын нәрсе бар деп ойламаудың ең жақсы жолы. Сен қазір жалаңашсың. Енді сіздің жүрегіңізді ұстанбауға себеп жоқ. Бір жыл бұрын маған қатерлі ісік диагнозы қойылды. Таңертең 7:30-да сканерден өттім. Ұйқы безінде ісік анық көрінді. Мен тіпті ұйқы безінің не екенін білмедім. Дәрігерлер қатерлі ісіктің бұл түрі емделмейтінін және менің өмір сүруіме 3-6 айдан аспайтынын айтты. Дәрігер маған үйге барып, істерімді ретке келтіруге кеңес берді. Бұл дәрігерлерде өлімге дайындалуды білдіреді. Бұл балаларыңызға алдағы 10 жылда не айтатыныңызды айтуға тырысу дегенді білдіреді. Бұл сіздің отбасыңыздың мүмкіндігінше жеңіл болу үшін бәрі жақсы реттелгеніне көз жеткізу дегенді білдіреді. Бұл қоштасуды білдіреді. Мен күн бойы осы диагнозбен өмір сүрдім. Кешке мен биопсиядан өттім. Олар тамағымның астына эндоскопты қойды. Асқазан мен ішектерімді аралап өтті. Ұйқы безіме ине тығып, ісіктен бірнеше жасушаларды алдық. Мен ес-түссіз қалдым. Бірақ сол жерде болған әйелім, дәрігерлер жасушаларды микроскоппен қараған кезде, менде ұйқы безінің қатерлі ісігінің өте сирек түрі бар деді. Оны хирургиялық жолмен емдеуге болатынын айтты. Маған ота жасалды. Қазір менде бәрі жақсы. Сол кездер өлім маған ең жақын кез болды. Мен алдағы бірнеше 10 жылдықта ең жақын деп үміттенемін әрине. Осыны бастан кешіргеннен кейін мен өлім пайдалы, бірақ таза ойдан шығарылған тұжырымдама болған кезегіден гөрі мынаны сенімдірек айта аламын. Ешкім өлгісі келмейді. Жұмаққа барғысы келетіндер де өлгісі келмейді. Дегенмен, бәріміздің барар жеріміз өлім. Одан ешкім қашып құтыла алмаған. Бұл солай болу керек. Өйткені өлім өмірдің ең жақсы өнер табысы шығар. Ол өзгерістің себебі. Ол жаңаға жол ашу үшін ескіні тазартады. Енді жаңа сенсің, бірақ бір күні ескіге айналып тазаратын боласың. Өте драмалық болған үшін кешіріңіз, бірақ бұл шындық. Сіздің уақытыңыз шектеулі, сондықтан оны біреудің өмірімен өткізіп жібермеңіз. Басқалардың ойымен өмір сүру керек деген догманың тұзағына түспеңіз. Басқа адамдардың пікірлерінің шуы сіздің ішкі даусыңызды басып кетуіне жол бермеңіз. Ең бастысы, өз жүрегіңізбен, түйсігіңізбен жүруге батыл болыңыз. Олар сіздің шынымен кім болғыңыз келетінін қалайды біледі. Қалғанның бәрі екінші дәрежелі. Жас кезінде мен өз ұрпағымның інжілдерінің бірі болған бүкіл жер каталогы деген таңғажайып басылымды оқыдым. Оны Менло саябағында тұратын Стюарт Бранд есімді жігіт жазған. Бұл 60-шы жылдардың аяғында дербес компьютерлермен жұмыс үстелі баспасынан бұрын болды. Сондықтан ол жазу машинкалары, қайшылар және полароидтармен жасалды. Қағаз түріндегі Google сияқты нәрсе. Google'дан шамамен 35 жыл бұрын. Басылым идеалистік және үлкен идеяларға толы болды. Стюарт және оның командасы The Whole Earth Catalog журналының бірнеше санын шығарып, ақырында соңғы санын шығарды. 70-ші жылдардың ортасы еді. Мен сіздің жасыңызда едім. Артқы мұқабада таңғы жолдың суреті бар еді. Егер сіз шытырман оқиғалы болсаңыз, автостоппен жүруіңіз мүмкін еді. Оның астында мынандай сөздер бар еді. Аш бол, абайсыз бол. Ол олардың қоштасу хаты болды. Аш қал, абайсыз болыңыз. Ал мен әрқашан өзіме соны тілейтімін. Енді сіз колледжді бітіріп, жаңадан бастағаныңыз үшін сізге де соны тілеймін. Аш қал, абайсыз болыңыз. Барлығыңызға көп рахмет.